Армысыздар қымбатты достар, сіздермен бірге мақсат. Бүгін біздің тақырып нұрлы жерге қанша балмен өте аламыз. Нұрлы жер бастала сала, яғни халықта туындайтын 5-6 сұрақ бар. Сол 5-6 сұрақтардың маңыздыларының бірі осы сұрақ. Яғни жекеге келесідей хаттар келеді. Мақсат, мен алдында нұрлы жерге мынанша балмен қатысып едім, өтпей қалдым. Осы нұрлы жерге келесідей бал жинап тұрмын, өте алам ба? Немесе мақсат, мен 3 нұрлы жер бойы қатысып келе жатырмын, өте алмай келе жатырмын. Енді қанша бөлмеліге берсем болады дегендей сұрақтар туындап отыр. Енді ол сұраққа мен сіздерге келесідей жауап беретін боламын достар. Қараңыздар. Нұрлы жер бағдарламасы басталған кезде, яғни үйлер қаланың ішінде орналасқан, қаланың шетінде орналасқан, қаланың жақсы ауданында орналасқан үйлер беріліп отыр. Бір кездер шынында да болады, мықты районда, қаланың центріне жақын жерден үйлер беріліп отыр. Біз оны жақсы район дедік. Қаланың центрінен шамалы алшақтау жерде орналасқан үйлерді біз орташа район дедік. Қаланың сырт жағында, шалғай жерінде орналасқан үйлерді біз қаланың шетінде дедік. Яғни үйлерді 3 категорияға сіздермен бірден ең алдында бөліп алдық. Енді қараңыздар, тағы да қандай факторлар оған влиять етеді. Біріншіден, Нұр-Сұлтан қаласы бойынша баспанаға мұқтаж ретінде кезекте тұрған мыңдаған адам бар. Яғни олар бір кезде нұрлы жерге өтінім берсе, бір кезде өтінім бермейді. Неге? Себебі дәл сол кезекте тұрған жандардың арасында баспана мәселесі шешіліп қойған жандар бар да. Яғни өзінде жұбайында баспана жоқ болса да, немесе жұбайына кешесінің үйінде тұрып отады, немесе жақын туыс бауырлардың үйлерінде тұрып отады, аренда төлеп отқан жоқ. Яғни үйді таңдау мүмкіншіліктері бар да. Мен осы жақында 1-2 крышадан объявление көріп, шында да таң қалдым. Нұрлы жер бағдарламасы бойынша берілген үйді крышаға арендаға қойып қойғанда, ол енді шында да неге нағыз мұқтаж жандар сол үйді алмасқа, неге нағыз мұқтаж жандарға сол үйлер берілмеске деймін да. Яғни ол деп түсініп отырғанымыз, ол жанның, яғни баспана мәселесі шешіліп қойған, яғни өзін емес жақын туыстардың баспанасы бар, сол жақта тұрып отты, мына үйді алып та арендаға беріп қойды. Ол енді әділетсіз. Көрдіңіздер ме? Сол сақтай, яғни бұл нені білдіреді? Баспана мәселесі шешіліп қойған жандар, олар таңдап отырады, үйді таңдап отырады. Үй ұнай ма, өтінім бере салады, үй ұнамай ма, өтінім бермейді. Сондықтан балдың көтерілуі де, балдың түсуі де соған байланысты. Анағұрлым көп адам қатысса, бал жоғарылақ болады. Анағұрлым аз адам қатысса, аз балмен, онда бал азырақ болады. Бірақ қатысушылардың да ортақ балына байланысты. Средний бал. Енді кішігірім сіздерге қазір расчет көрсетемін. Бірден біз сіздермен былай келісіп алайық. Мен астына жазып қойдым, расчет ойдан құрастырылған. Яғни, достар, ойбай мақсат осылай жазып қойыпты деп бас салып, мен өте алады екен, мен өте алмайды екен деп өтінім берудің қажеті жоқ. Бірден айтып алайын. Мына сандарға қарап өтінім беріп жүрмеңіздер. Мына сандар сіздерге примерно әшейін жеткізу үшін, міне осылай болады, үйдің орналасқанына, солғанына байланысты балдардың арасында осындай разница болады дегенді білдіреді. Яғни сіз алдыңғы лотта өзіңіз көресіз ғой, мысалы, өтпей қалсаңыз да өткен жандардың балдарын көру мүмкіншілігі бар ғой. Алдыңғы лотта өтпей қалдыңыз, өткен жандардың балын көрдіңіз, районын көрдіңіз, и приблизительно өзіңіз қазір анализировать ете бересіз да. Енді қараңыздар, жақсы райондарда міне балдар жоғары болады. Бір бөлмеліге 30 мың бал, 2 бөлмеліге 80 мың мен 100 мың арасында бал, 3 бөлмеліге 150 мыңнан жоғары бал болады деп есептейік. Бұл анализ қаяқтан, мысалы, мен ойдан шығардым. Біріншіден, сіздер маған жекеге жазасыздар ғой, ана жылдың өзіне мен нұрлы жер бойынша мыңдаған адамға консультация бердім. Сенесіздер ме? Мыңдаған адам менен консультация алды. Соның бәрі маған жекеге жазады. Мақсат, мен мынанша балмен өттім, рахмет саған, осылай деп атады. Сондықтан қараңыздар достар. Яғни жақсы район болса, бал жоғары болады. Орташа районда, мысалы, разница қандай болады? Бір бөлмеліге мына жерде 30 мың болса, мына жерде 20 мың болады. 2 бөлмеліге мына жерде 80-100 болса, мына жақта 60-80 болады. 3 бөлмеліге мына жақта 150 болса, мына жақта 120-дан 150-ге дейін болады. Енді қаланың шетіндегі район немесе үйдің шамалы түр келбеті ұнамай тұрса, бағана мен айтпақшы, үйді таңдау мүмкіншілігі бар жандар олар қатыспайды. Яғни ол жерде бал аз болады деген сөз. Бір бөлмеліге көрдіңіздер ғой, разница қандай аз, бір бөлмеліге 10 мың, 2 бөлмеліге 40-60 мың, 3 бөлмеліге 100-130 мың. Мына жақта 2 бөлмеліге 80-100 болса, мына жақта 40-60-ға дейін түседі. Яғни бұл дегеніміз нені білдіреді, қымбатты достар? Нұрлы жерде көбінесе жалғыз ғана
әр кезде бірдей балл болады деп мен сіздерге айта алмаймын. Үй жақсы болса, бағана шеттен қарап тамашалап отқандар оппана дейді да қосыла салады. Үй ұнамай тұрса, олар воздержаться етіп шетте отырады. Сондықтан нақты бір балды санап шешімін шығаратын алгоритмді есепті шығару мүмкін емес, достар. Түсіндіңіздер ғой, иә? Жалпы видео сіздерге анализ жасау үшін берілді. Алдында қатысқан адамдар осылай анализ жасап барып, осы нұрлы жерге қатысса деймін. Сіздермен бірге болған мақсат, мені YouTube каналыма жазылыңыздар, лайк қойыңыздар, комментарий жазыңыздар, осы YouTube каналды ұсынып жүріңіздер. Ол мен үшін өте маңызды. Мақсатқа мақсатпен